менде бір сұрақ бар. Ол сұрақ да осындай күрделі қиын сұрақ. Оған имамдардың өздері жауап бере алмайды. Кім өзін тапса, өзін таныса, Иә. сонда ол Алланы таниды дейді. Адамдар ұзақ видеоларды көре алмайтын болған деп. Тіпті киноны көре алмайтын болған. 15 секундтық видеоларға милары үйреніп қалған. Ол Европаның өздері де атақты психологтарын да бәрін алсаң, түбінде сол исламға барып тіреледі бұлардың. Ол Сакандер айтады ғой. Бұл дүние өзі бір лас нәрсе. Сондықтан бойың ластанып қалғандығы сені таңғалдырмасын деп. Сөзбен күнде 40 000 салауат айтамын дейді. Бірақ соңғы кезде түсіп кетті. 10 мың айтып жүрмін дейді. Ақша табады, дүние табады, жақсы тапсын. Бірақ онымен қанағат танбайды дейді. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар. Бір өзіміз подкаст түсіріп жатқан белгілі шәкірттермен, сода мен ойладым енді, мен шәкірттерім менімен подкаст түсіріп жатыр. Мен шәкірттермен подкаст түсірмеске деген ой келді да. Сонымен жалпы қонақтарды шақырайық, әртүрлі саладағы кісілерді шақырайық. Ғылым саласында болсын, кәсіп саласында болсын деген сияқты да. Сонымен енді бүгін ойлап осы бағана айттық, Әбілқайыр деген өзімнің шәкіртім Нұрбарақта. Соны осылай ұйғардығын шақыруға. Қош келдің, Әбіл. Қош көрдік сөз. Әбілқайыр, сені шақыруының себебін, бұл мен енді сені шақырған, бір жағын мен шақырғам сияқты негізде да. Өйткені мен сол Нұрбарақта 25 жылдан бері сабақ беремін ғой, дұрыс па? Көптеген шәкірттерім шықты. Сол шәкірттерімнің жеміс бергені біз үшін қуаныш қой. Мен айтам жаңағы, мен өзім бай адам, бірақ екінші кітапқа да байымын. Бірақ кітаптан қараған уақытта шәкірттерге байымын деп мақтанамын да. Сол сияқты сен Әбілқайырдың маған ұнайтын жері сенің, құрметті ағайындар, бұл жастармен көп араласады, жастармен айналысады. Мынау жастардағы тайм менеджмент дейді, басқа дейді, сонымен дереу кіріп кетеді дағы сол салада жастардың тілімен, былайша айтқанда жастардың өзінің диалекті болады. Сол диалектісін дереу біле қойып, сонымен қатарласып кететін жігіттің біреуі. Енді сөздің басында Әбілқайыр, Абулхайыр деген осы сөзіңнен бастасам, Әбілқайыр деген жақсылық деген сөз ғой, қарағанда енді соны түсіндіріп айтсаң, өйткені әр адамның, құрметті ағайындарда, әр адамның өзін танығың келсе, алдымен оның есімін білуіңіз керек та. Яғни әр адамның өзінің есімімен байланысты болады. Мысалы, менің есімім Мұхитдин деп қойды. Мұхитдин деп мынау кезінде Мұхитдинде even арабилар болды. Бір жерде дінді көтерсе, сол адамға осылай лауазым береді екен де бұрында. Дінді көтерген адам. Мұхитдин деген сөз дінді тірілтуші деген сөз екен да. Дінді тірілтуші, дінді оятушы, дінді жаңартушы деген сияқты да. Сол сияқты да менден бәлкім 25 жылдан бері Нұрбарақта сабақ бергенім үшін бе, әйтеуір басқа ма, осылай. Бірақ ондай нені берген жоқ ма лауазымды? Өзім есім сондай. Ал енді сенің де Әбілқайыр дегені хайыр. Ал хайыр деген білесің ол, Құранда да бар, хадисте де бар. Хайран кәсері де, хикмет берілсе дейді. Осы аттан бастасақ та? Есіміңнен. Менің есімім Әбілқайыр. Исламтанушы, PhD докторант, Нұрбарак университетінде магистратура, бакалавриат, докторантура бәрін оқыдық. Кейін шейхтардан білім алдық. Ішкі саясатта, пәтуа бөлімінде, аппаратта жұмыс жасадық. Діни басқарманы. Ұстаз бізге бірінші курста берген, және ұстаздан мен сразу 3 алғам. 3 алғам? Сіз бізге қандай сұрақ қойдыңыз? Некеден бердіңіз, біз енді стереотиптерден келгенбіз ғой, халықтың арасында жүрген. Сол кезде сіз әдейі соны біліп тұрсыз ғой, стереотиптер, соны сұрадыңыз. Қыз бен жігіт үйленердің алдында неше рет кездесуге болады дедіңіз. Мен қолым көтердім де 3 рет дедім, онда саған 3 дедіңіз ғой. Сабақ басталмай бірінші курста 3 алғаным бар. Сосын барып сіз түсіндіріп айттыңыз. Ол жаңағы халықтың арасында жүрген стереотиптер, ол нәрсемен алданбаңыздар. 3 рет кездесу керек немесе міндетті түрде 3 рет кездесу керек деген өлшем жоқ. Ол адамдардың бір-бірін тануы қатты маңызды, өйткені қанша дегенмен семья, бірақ ол жерде шариғаттың шекаралары сақталу керек деп сөйтіп түсіндіргенсіз. Жаңа сіз Әбілқайыр деп отырсыз ғой. Әбілқайыр деген негізі арабшадан аударған кезде жақсылықтың әкесі деген сөз, жақсылықтың иесі деген сөз. Хайыр деген жақсылық деп аударылады, бірақ жаңа ұстаз айтқандай бір мағынасы оның хикмет, даналық. Тұрақты тіркесі ретінде араб тілінде Әбілқайыр деген көп қонақ күтетін адам дегенді білдіреді. Енді бүгінгі жағдай кішкене исключение болып тұр. Мен бүгін ұстазға қонаққа келіп жатырмын. Сол тұрғыдан алған кезде бүгін кішкене Оның да жөні бар. Өйткені сен мені шақырамайсың. Шекарасынан шығып кеттік. Өйткені сен шақыру үшін алдымен ұстазы шақырып, өнеге көрсету керек та. Сол өнеге бойынша өзің шақыру керек та.
Сондықтан сол сен де сол есімге байланысты солай жасап тұрсың да. Керемет ұстаз. Ал енді Әбілқайыр әбеке дей берейін, енді сен енді өстіңдер, толдыңдар, машалла. Енді әбеке не істеп жатсың? Мысалға сен әдеттен кітабың шыққанын естідім. Жалпы әдетуллах дейді, пайғамбарымыздың әдеті. Жалпы әдет деген не өзі? Соңғы өзі мысалға тайм менеджмент деп, жастарға тайм дейсің, уақыт дейсің, жоспар деп. Не істеу керек сонда? Робот болып кетуіміз керек па мына заманда? Қалай? Осы менен көп нәрсені түсінемін. Мысалы мен өзім білесің, неге бағана бермейміз? Уақытқа, заңдылыққа, ондай нәрсеге Жақсы білемін. Иә, ол тіпті кейде ойлаймын, заманға да бағана бермейтін сияқты деп ойлап кетемін да, жаңағыдай да. Көп ұйықтап қоямын ба? Негізі мен сізбен ең әуелгі таныстығым мәңгі мұғжизадан басталған ұстаз. Нұр Ораққа дейін де, Нұр Орақтың кезінде де осы сіздің қазақша кітаптарыңыздан біз өте көп пайда алдық. Тәпсір тұрғысынан осы біздің өмірімізге негізі біршама әсер еткен. Мен Нұр Ораққа түсетін жылдары ондай кітаптар көп болмайтын, шыны керек. Бірнеше ғана автор бар тұғын. Діни сататын магазиндерде сол бірнеше автордың кітаптары қайта-қайта шығып отыратын дүние ма. Біз сосын соған сәйкес әртүрлі білім алып соны қолданамыз. Мысалға менің мәңгі мұғжизадан ең алған үлкен әсерім ақыли тұрғыдан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзі Құранды ойлап табу мүмкін емес екендігін дәлелдеген пункттарыңыз бар сол мәңгі мұғжиза кітабының ішінде. Енді мен ол кезде өзім светский ортадан келген адаммын ғой, діни ортаға. Сонда адамдардың әртүрлі бір ақыли қойған сұрақтарына сол сіздердің сол замандағы шығарып жүрген басқа да авторлардың кітаптарымен біз жауап беріп жүретінбіз. Бір мәрте есіме алып қойды бір кісі, менде бір сұрақ бар. Ол сұрақ дата осындай күрделі қиын сұрақ. Оған имамдардың өздері жауап бере алмайды. Мен ол сұрақты қойсам, имамдардың өздері күмәнға түсіп қалады деген сияқты сондай бір күрделі бір сұрағым бар деді. Қандай сұрақ сұраймын? Сұрақ қойды, сосын барып, ол деген мынау пәленше кітаптар бар ғой. Сондықтан Алла сіздерге разы болсын, сол уақыттарда сіздердің кітаптары негізі біршама пайда алдық. Кейін сол ізбен қалыптастық. Ана жаңа Абай атамыздың қалыптасу бірнеше көзі болған сияқты, біздердің бір көз осы қазақ тілді діни авторлар болды. Екінші көз батыстық әдебиет болды. Өзін дамыту бойынша уақытты ұйымдастыру, бір мамандықтар меңгеру, өмірлік жоспар құру, тағы да деген сияқты. Тағы да бір көз мысал ретінде ол жаңағыдай ресейлік педагогика болды. Өйткені ресейлік педагогика өте қатты дамыған педагогикалардың бірі болды. Сосын бір көзі жаңағыдай өзіміздің қазақтың бұрынғы зиялыларының жазған жазулары болды. Абайлар бар, басқалар бар. Менің мақсатым осы қазіргі қоғамдағы жүрген адамдардың жүректеріндегі бір дерттер бар ғой, уайымдар бар. Сол нәрсеге шешім беру шариғат аясында. Өйткені мен ең әуелі исламтанушы болғаннан кейін. Оның үстіне менің диссертациялық жұмысым өзін дамыту әдебиеттер контекстте мұсылман тұлғасын дамыту болды ғой. Яғни біз саморазвитие деген кітаптардан диссертация деңгейінде зерттеп, соны жазып шыққан соң соны халыққа икемдегіміз келді. Халықтың жүректерінде біршама дерттер бар. Мысалға ең үлкен дерттердің бірі мен өзім жоғалтып алдым дейді. Өз-өзін жоғалтып алу деген қалай мысалға? Яғни мысалға менің орным не? Енді логика бойынша адам өз-өзін жоғалтып алу үшін ол өзін табу керек та. Алла. Дұрыс па? Ол өзін таппаған адам қалай өз-өзін жоғалтады? Иә, ұстаз расымен сол да рас шығар деп. Өте терең қарайсыз ұстаз, Алла берекетіңізді арттыра берсін. Өз-өзін жоғалтып алдым дейді, мен айтамын, бір нәрсені іздеу үшін адам табу керек қой деймін. Иә. Сосын оны жоғалтып алу керек. Иә, олардың меңзеп тұрғандары жаңағыдай бір орнымды таппай жатырмын деген шығар. Сондықтан исламда, сопылықта өз-өзін іздеу бар да. Жоғалту емес, өзін алып іздейді ол. Іздеп таниды. Мен арафа напса фақат араф Алла. Кім өзін тапса, өзін таныса, сонда ол Алланы таниды дейді. Ал енді сенің адамдарың, менің жамағатым, менің түсінген бойынша да, олар бір кемелдікке жеткен, әулиелікке жеткен, содан бір құлап кеткен да. Сөйтіп өз-өзін таппай. Биіктіктен ба? Сондай сияқты мен түсініп тұрмын, солай ма қалай? Олардың меңзегені мынау сияқты. Мысалы ретінде біз көп айтамыз ғой, сен өмірде өз орныңды тап, сүйген ісіңді тап, жаңағындай бір сенің бір миссияң болу керек деп қатты біз жүк саламыз жастарға, жан-жақта қоғам ретінде. Оның үстіне Инстаграм бар, Инстаграм бағалы көрсетіп отыр 20 жасында. Онда ол Абайдың сенде бір кірпіш дүниеге кетеген тапта бар қалан деген соған байланысты сияқты. Сол өзім таппай жүрмін деген кезде мен түсінгенім көбіне меңзейтін осы нәрсе екен. Меніңше ол бірақ ол кетігін татып қалану үшін де алдымен бірінші өзін табу керек қой. Иә, сен бір кетікке сай кірпіш болуың керек қой, ол баста бірінші сол кірпіш болып қалыптасу керек. Өзін табу керек та. Сосын барып соған сай бір тесік табу. Өзін тапқаннан кейін барып соған сай бір кірпіш жасайды да. Кірпішін де құюың керек та. Өйткені сол әлгі кетікке сәйкес келмей мүмкін. Мен де сол кітапта айтатыным осы нәрсе.
алғашында сен бәрібір де мінекей деп саған уахи болып көңіліңе бір болды, сен программистсің деп түсіңде программисттікті көріп жатпайсың деймін да, олай таппайсың сен өз орныңды. Ең әуелі сен бойыңды бір қалыптастыруың керек, қабілеттерді. Сен әуелі бір іске жарамды бір құралға айналуың керек. Сен бір қасық болып өз өзіңді қалыптастырсаң, кейіннен барып сені сорпа ішуге пайдалануға болады да. Сол үшін сен бойыңда қалыптастыруың керек қабілеттер бар деп біз кітаптың атын әдет тұлға қалыптастырамын деген адам бойында болу керек 12 қабілет деп қойдық. 12 қабілетті қалыптастырсаң, сосын барып осыған сәйкес сен өз өзіңді табасың. Қандай қалады мысалы? Мысалға 12-нің ішіндегі біреу ұзақ отырып жұмыс жасай алу қабілеті. 12 деген қызық екен. Мысалы бізде Мәшкүровтың оқыған мектебінде, медреседе Көкілташтың 12 пән оқытылған да. Сен соған сәйкес келеді екен. Шынымен де 12 деген сіз айтқаннан кейін бар ойланып жатырмын. Ол Мәшкүров айтады жаңағындай. Сол Көкілташта кім 6 ай оқи алса дейді да. Негізі 12 жылға дейін оқиды, ол жақ көп жоқ, 15 жылға дейін оқиды да. 6 ай шыдаса дейді. Не әулие болады. Ол да болмаса ғұлама молда болады. Ол да болмаса кәсіпкер болады дейді. Бірақ ол жай кәсіпкер болмайды да. Сол сияқты сенікі де соған 12-ге сәйкес келеді екен да. Сол 12 деген сөз ұнап тұрды. Көп рахмет сіз. 12 деген ол баста мынадан шыққан ғой. Көбіне мысалға мен бір шамасымен 17 жылдай жұмыс жасадым да жастармен, көбіне жастардың проблемасымен айналыстым. Келіп көбінше менде мынау проблема дегеннің барлығы осыларға келіп не қылады екен. Алдында да бір сізбен осыны талқылағанбыз, клиповое мышление деген талқылағанбыз сізбен. Адамдар ұзақ видеоларды көре алмайтын болған деп. Тіпті киноны көре алмайтын болған. 15 секундтық видеоларға милары үйреніп қалған. 15 секундтық уағыздарға 1 минуттық уағыздар, ол кезде ол пәленбай жыл бұрын болған, ол кезде 2-3 минуттық уағыздар тұғын. Мен сізге сол кезде айтқан кезімде 2-3 минуттық уағыздардың кезде оның қай жері білім дегенсіз. Шынымен де оның қай жері білім. Біздің ұстаздарымыз айтатын 1 минуттық видео шығардық деп өздеріңе масаттанып қалмаңдар, 1 минуттық видео көрдік екен деп рухани қуатты болып жүрмін деп ойланып қалмаңдар, мешітке келіңдер, ұстазға барыңдар деп көп айтып жатты. Сол сияқты біз бір қасиет, мысалы ішіндегі deep work деп айтамыз, біз оны бір қазіргі ғылым тілінде ұзақ уақыт отырып кәдімгідей бір іске тереңінен кіріп ойланып жұмыс жасай алу. Ол мейлі ол тафаккур жасаймын десе де, тәдәббүр жасаймын десе де, бағана айтқандай бәрібір де былайша айтқан кезде ұзақ отырып жұмыс жасап қалыптасу керек та ол. Сол кезде кез келген істе тереңдей алады. Мысалға бір қасиет осы. Екінші бір қасиет. Неше сағатқа дейін отыра аласың? Мысалы сен кітап жазсаң, неше сағатқа дейін отыра аласың? Мен талантты адам емеспін ұстаз. Талантты адамдар бар, олар ұзақ отыра береді. Мысалға өзіңіздің шәкірттеріңіздің бірі ғой, енді Дастан Құрманбаев ұстаздар бар. Олар мысалға мен білем, үйіне барып қалсаң, болды мен қазір қолын жуып келейін деп тұрып кетсең, кітабын алады да, сен қолын жуып келгенше кітап оқып кете береді. Мен ондай емеспін да. Маған кәдімгідей бір тәртіп керек. Көбіне мен жаңағыдай таймер қоямын да, 25 минутқа немесе 40 минутқа отырып содан жұмыс жасап, сосын 5 минут демалып келіп, сосын бір тәртіптің адамымын да. Көбінше мен сол үшін сөйтіп бөлемін. Таланттың адамдар, тәртіптің адамдары деп. Сондықтан көбіне ұзақ отырып жұмыс жасау талантты адамдарына проблема емес. Олар отырып алады, тек істеп кете береді. Мен енді ондай неде сыймаймын жаңағындай неге. Мысалы мен бір кітап алсам, сол кітапты бітіргенше сен сияқты демала алмаймын да. Мысалға кейбір кітаптарым бар, 16 сағатқа шейін отыра беремін да жаңағыдай да. 16 күнде отырып 16 сағат отырып 3 күн бойы отырған бар. Бұрынғы кезде 12 сағат отырсам 16 сағатқа дейін. Енді ауыр тиген, қазір көп отырмаймын. Бірақ соны бітіргенше жаңағыдай шыға алмаймын да. Сондықтан кейбір қалыптарға сыя алмаймын да. Керемет. Бірақ сенікі сол ерекшелігі, сол мен шәкірттерімнің ерекшелігі болса, мен сияқты маған ұқсамау керек та. Өзінің әрқайсының өзінің жеке ерекшелігі, стилі болу керек. Рас. Осы сияқты біз мысалға ішіндегі 12 қасиеттің біреуі ұзақ уақыт жұмыс жасай алу, ішіндегі бір қасиеті мысалға телефонды жаңағыдай еге бола алу, тізгіндей алу. Өйткені қазір сен телефоннан қашып құтыла алмайсың ешқайда. Сен оны я тізгіндейсің, я ол сені тізгіндейді, екеуінің біреуі. Сенің телефон тізгіндеп алса, ол енді өте қиын. Мен де айналып келген кезде бұл сіздің тақырып бар ғой, жаңағы нәпсі тәрбиесі мәселесіне қатты екеуі ұштасатын тақырыптардың бірі. Өйткені айналып келген кезде телефон бір тәтті зат сияқты, бір жаңағыдай көңілдің қалауы, шахуаттың аңсағаны ғой. Сондықтан бір отыра береді адамдар сағаттап, сіз айтқандай кітап жазғандағы ұқсап. Енді бүгінгі таңда ол телефон деп отырған ол мәселе, қысқа видеолар барлық адамның миына керек дүниелер да. Яғни биологиялық миға кетті. Ал бірақ жалпы адам баласы бүгінде осының бәріне шаршай бастаған сияқты. Тіпті дүниеден де жалпы ғаламыз шаршай бастады. Соғыстан да шаршап, кеше мысалға мынау Газа секторының соғысын жаңағы әлем болып жабылып тоқтатайық, жалпы жер бетінде соғыс тоқтатайық деп мәмілеге келіп жатқанның барлығы бұның түбінде бір руханиятты іздеп жүргендігі, жан дүниесіне дегендігі білінеді да. Жалпы осылай ма, қалай болады өзі? Бұл жастар қалай енді? Жастардың ойы. 100%
или болмаса осы неде ғана кете беремін әлде. Сізде сол кітаптарда жазған адамның рухани аштығы, рухтың қажеттілігі бәрі де бар. Бағана айтқан мысал ретінде бір телефон не үшін көреді, ішіндегі бір жырп еткен видеолар арқылы ұстап отырады, мысалы бір жалаңаштық арқылы ұстап отырады, әртүрлі бір тамақтың көріністері болсын, басқасы болсын, қызықтары болсын, күлетін нәрсе болсын, сонымен ұстап отырады ғой. Бірақ оның ешқайсысы да рухтың азығы болмайды да бәрібір де. Сол үшін адамның рухани қажеттілігін айналып келген кезде ол руханият қана жеңе алады да. Біз әдет кітабын жазардың алдын 5 жыл бұрын прогрессивті мұсылман деп дәрістер жазғанбыз. Сол дәрістерді 5 жыл бойы өңдеп оттық. Прогрессивті мұсылман 1-0 болып басталған, кейін оны қайта сатып қайта шығарған кезінде 1-1 болды, қайта дамытып қайта шығарған кезімізде оны 2-0 болды, 3-0, 4-0, бұл кітап 7-0. Яғни сол дамып 5 жыл бойы сөйтіп келген. Біз 5 жыл бойы бағана ғана бір ғылыми ізденістерді халыққа икемдеп жеңілдетуге тырыстық та. Жеңілдеп ақыр соңында осы кітап күйінде шықты. Сол о бастағы прогрессивті мұсылман курсында ол тағы бір тақырып болатын, руханият деген. Біз сол жерде де ашық айттық. 20 жерден сен өте эффективті жұмыс жаса, 20 жерден сен телефонға күшті ие болып қал, 10 жылдық мақсат қой, 20 жылдық мақсат қой. Бірақ ақыр түбінде сенің руханиятың қанағаттанбайынша, рухани аштығыңды жеңбейінше, сен өзіңді тапқан болып есептелмейсің. Өйткені о баста сен Құдайдың құлы болғаннан кейін, сенің о бастағы жаратылысыңның мақсұты Құдайды тану болғаннан кейін барып, осы таным орын алмайынша, Құдайды таппайынша, нәпсіңді тізгіндемейінше, мынау жүгірістің арасында жүрген сайын сенде фановый тревожность деген түсінік бар. Сен барлық жақсы сияқты күліп жүрсің, жүгіріп жүрсің, ойнап жүрсің, бірақ сонымен қатар миыңның түбінде арына бір нәрсе дыңылдап тұр да, бір нәрсе жетіспей тұр, бір анау бір болушы еді ғой, баяғы Қорқыт бабаның нелерінде уілдеп тұратын жел соққан кезде қобыздың дауысы сияқты болып шығып тұратын. Тура сондай сенің жүрегіңнің түбінде бір жерде бір бостық қалып қойса, кеудең, былайша айтқан кезде бос кеуде болсаң, бір руханиятыңда бір шұңқыр тесік бар болса, сен бергі жағын қанша жерден көркемдесең де, ең әуелі сенің рухани аштығың саған тыныштық бермейді. Сол үшін Құдайды танып, Құдайға оралу, мынау жаңағы тәннің қажеттіліктерін кішкене ретке келтіріп, руханиятқа да орнын қалдыруға, тамақ ішкен кезде біз 3-1 ауа қалдырғанбыз ғой. Тура сол сияқты өміріңде де бір 3-1 руханиятқа арналу керек деп бағыт беруге тырыстық. Негізі қажеттілік қатты ұстаз. Сізде кітапта, осы ретрит кітабында, қателеспесем, осы жерде жаздыңыз ғой, адамдардың рухани қажеттілігі, нәпсін тізгіндеу. Ол, мен ойлаймын, бәрібір де халықтың арасынан келіп шығып отқан қажеттілік сияқты. Өйткені халықтың арасында үлкен қажеттілік бар ұстаздарға деген. Мысалы, біздің ислам педагогикасы, енді мен педагогпын ғой. Ислам педагогикасының ең басты ерекшеліктерінің бірі, біздің тәрбиелеуіміздің бірден бір құралы хәл да. Хәлге кіргізу, хәлге келтіру арқылы. Мысалға, сен не үшін ұстаздың қасына отырған кезде өзіңді басқаша сезінесің, я болмаса не үшін сен ұстаздың қасына келіп отырған кезде сен күнә жасап отырмайсың, не үшін ұстаздың қасына келген кезде кейбір сұрақтардың жауабы өздігінен шығады, өйткені сен басқа хәлге кіресің ғой ұстаздың қасына жүріп. Сондықтан бұл нәрсеге деген бәрібір де қажеттілік үлкен сияқты, руханиятқа, оның ішінде ұстаздан емен алып үйренуге. Дұрыс айтып отырсыз. Соны мынау бүгінгі таңда жалпы адамдар интернеттен алуды үйреніп қалған, соткадан үйренді, дінді де соткадан үйренді. Ал бірақ жалпы дінді үйрену үшін, оның руханиятын алу үшін, дінді интернет үйрену мүмкін, бірақ ол жерде тек несін ғана алады да, информация ретінде алады да. Бірақ адам ол рухына бармайды да. Адам рухына әсер ету үшін, жүрегіне әсер ету үшін ол кәдімгідей осылай бетпе-бет отырып, ұстазбен шәкірт болып, былай қарағанда офлайн, онлайн емес, офлайн болу керек та. Сондықтан бізде ретрит сабақтарын өткен кезде, ретрит сабақтары болды. Ретрит сабақтары? Анау семинарларында. Сол мысалы офлайн болдық та. Бірақ офлайнға келтіру үшін алдында онлайн жасадық та бірінші. Бірінші онлайн жасап, жеңілдетіп аламыз да. Содан орып көріп, сосын ең соңында апарып офлайнға алып береміз да. Сонда офлайнға қатысқандар, осы ретриттің офлайнына қатысқандар, мысалы 5 рет өткіздік. 5 рет өткізген офлайнның басында, соның басым көпшілігі бірінші келгендердің барлығы соңына дейін осы офлайнда келді да. Неге? Өйткені ол офлайн бәрі сол былай ақиқи көру мүлдем бөлек әңгіме да. Сол ретрит кеңірек айтып жібере аласыз ба? Ол не нәрсе болады соның ішінде? Мысалға, офлайн кездесулер ғой, мен енді дұрыс түсінсем ұстазбен. Ол сұхбат па, жоқ әлде ол дәрістер ма, жоқ әлде мысал ретінде
бір зікірлер мысал ретінде орын алып, мысалға бізде шейхтарымызда, енді біз шетелде оны көп көрдік, бізде Қазақстанда қатты кең таралмаған шығар, зікір мәжілістері деген бар. Жиналып отырып жаңағыдай Құдайды еске аламыз, бірге тәспih тартамыз деген сияқты. Мысалға сондай бір жиын ба, или қандай енді ретрит формат? дегеннің мағынасы терең да. Жалпы ретрит деген бүгінгі таңда өзің сияқты мынау заманауи қылып былай жаңағы тайм менеджмент сияқты осылай жаңаша бір жасап жүрген, европаша жасап жүрген нелер ғой это. Бірақ ол Европаның өздері де атақты психологтарын да бәрін алсаң, түбінде сол исламға барып тіреледі да бұлардың барлығы да. Мысалға ретрит деген сөзді мысалы өткен кітап шығардық, сонда да ислам Нұрмұраттың Әлиасқардың ұстаздары, ғалым ғұламалар отырды. Соны менен сұрады, ретрит деген мағынасы деп. Мен айттым, қарасаң арабшасын. Чипитиден сұрасай дедім. Сосын Чипитиден сұрады да олар да. Чипити айтты да, оның үш мағынасы бар деді. Чипитиде. Қандай мағынасы дегенде? Біреусі халуа деді, қылует дейді. Қылует ол Ясауи бабамыздың қылуетін білесің. Yani қылуеттегі хал нелер. Екінші деді, ихтикап деді. Ол да оңашалану, өз-өзіңмен өңілу. Үшінші иқтизар жаңағы, өзің ол да бар жаңағыдай. Оңашалаудың басқа бір түрі да. Осындай үш мағынасы бар дейді. Yani ретритте отырғанда қылует, былайша айтқанда да, біздің тіл айтқанда қылует, яғни Ясауи бабамыздың жолы, бұрынғы бабалардың жолы. Мысалы айтқанда Асхаб Суффа да, пайғамбардың заманындағы Асхаб Суффалар, солар пайғамбарымыздың мешітінде отырып, олар зікір жасаған, басқа пайғамбарымыздың жүріс-тұрысын соның бәрін байқап, солай жасағанда, сосын ол жоқ кезде пайғамбарымыз үйден кіргенде, сыртқа шыққанда, олар өз-өздерімен қалып, осыны қорытқан, ғибадат жасағымыз қалған. Міне осы кейін бабаларымыз, Ясауи бабаларымыз соны бір несін жасағанда, әртүрлі жолдарын жасағанда. Сондықтан бұл ретрит деген мағынасы осылай, осының барлығын алып, былай заманға лайықтап, бәрін бір жерге жинап қойғанбыз да. Бұның үшін зікір де бар, бұның үшін шүкір де бар, бұның үшін тәфәккүр де бар, бұның үшін санамен жұмыс істеу бар, бұның үшін жүрекпен жұмыс істеу бар, бұның үшін рухпен жұмыс істеу бар, бұның үшін ғылым да бар, бұның үшін білім де бар, бұның үшін тарих бар. Мысалы біз тарихи жерлерге апарамыз. Мысалы бұның ішінде тәфәккүр болғанда мынау ғаламмен байланыс бар. Кейде тауларға апарамыз, сарқырап отқан суларға, өзендерге апарамыз. Соның басында отырып бір сағат тәфәккүр еттіріп қоямыз жаңағыдай да. Одан кейін оны талқылаймыз. Не көрдің, не түсіндің, қандай не келдің деп. Одан кейін жаңағы таулар. Бұның бәрі Алла Тағаланың Құрандағы аяттары бойынша жасап отырмыз ғой жаңағыдай. Туризм ғой былай қарағанда да, рухани туризм, саяхатта. Енді одан кейін аламыз да тау мен өзендерден бұл Құранда да аят бар жаңағы сулар ағып жатқан өзендердің арасында деген. Соны бір суреттеп аламыз да, одан кейін таулар мен өзендерден шығарып алып кетіп, Маңғыстаудың теңізінің жағалауына апарамыз ғой. Сөйтіп теңізді қаратамыз. Сол теңізге қарап олар зікір жасайды да. Содан кейін барамыз да, сол жерде Бекет атаға алып барып, сол жердегі мынау Асхаб Кахфтың үңгірі сияқты мешіттерін көргізіп, сол жердің тарихи, қазақтың тарихи бұрынғы түркілердің сол тарихи ошақтарын, мәдени орталарын осылай көрсетеміз, таныстырамыз. Одан шығамыздағы Мәшһүршікке қарай кетеміз. Кең дала, Сахара дала, оның ар жағы шәкәрімдер, абайлар өмір сүрген, соларды аралатып барып, Мәшһүршіктің басында сол жерде отырып 3 күн бойы сол жерде сабақ оқытамыз. Мәшһүршіктің сабақтан кім қай жерге барса соның сабағын оқытамыз тағы да. Соған салмақ береміз да. Сөйтеміз де түнде енді Мәшһүршіктің басында қалай тәфәккүр жасау? Ол кең даланың өзі тәфәккүр. Бірақ біз аламыз да кең далаға бірінші тәфәккүр жасасам, екіншіден түнде мына Мәшһүршіктің сол барсаңыз, зиярат етіп барсаң, оның қасында аспанда жұлдыздар тура не сияқты, инопланетаның фантастикалық кинодағы корабльдер сияқты көрінеді. Ол жақтың жұлдыздары да құс жолы бір корабль сияқты көрінеді. Соларды түнде қараттырып қоямыз жаңында да. Соларға қарап тәфәккүр жасайды. Сонда ғаламмен негізі үш байланыс қой, негізі Алламен байланыс қой. Алламен байланыс бол үшін адам, ғаламзат, Алла болу керек та. Осы адам Алла Тағала 2 кітап берді. Біреуі ғаламзат кітабын берді да. Сол ғаламзаттың кітабы өзі адамның өзі. Екіншісі Құран кітабын берді. Осы 2 кітапты ұштастыру арқылы Алланы еске алу, Алланы зікір ету да. Яғни мен дұрыс түсінсем, андай бір мен руханиятыма көңіл бөлмей кеттім, бір рухани әлсіреп кеттім деген адамдарға келіп, қайтадан иман жаңартып. Одан кейін ол жақта практикалық жасау. Ол жерде қызмет бар, ол жерде кеңес бар, ол жерде құлшылық бар, ол жерде тәфәккүр бар, былайша айтқанда бәрі бар да.
яғни адам нәпсін сындыру бар, офлайн арқылы, бетпе бет кездесу арқылы адам нәпсін сындыру бар. Одан кейін әрине бұл жерде жаңағы дем салатымыз бар, мәшһүр жүсіптердің дұғалары бар арнайы. Сол дұғаны ол дұғаның өзі ерекшелігі бар да, мысалы бір баяғыда айтады ғой, жаңағы аққан суды теріс қайтарамын деген сияқты сол дұғаларды оқимыз. Сол дұғаларды оқығанда енді шипалы адам ғой, оның бір сол әулие кісілердің дұғалары болғаннан кейін онда бір қасиеттері бар да. және сол кісілердің несінде парта алдында аурасында жүргеннен кейін де визуал көрініс бір жағынан жаратылыстың визуал көрінісі бар, екінші руханияттың жаратылыс көрінісі бар да. Яғни әулие кісілердің оның жаңағындай мешіті тұр ана жерде, кесенесі тұр мысалы Бекет атаның мешітін жасағаны құр жасай салған жоқ, ол кәдімгідей тасты ою арқылы жасады. Мысалы біз Нұрбарақта салып жатырмыз, дұрыс па? Біз тек қана үшін бір көмек қана жасап отырмыз, бірақ біз Нұрбарақты қолмен салып жатқан жоқпыз да. Бірақ соны қолмен салсақ ше, кімше Бекет ата сияқты жаңағыдай ойып, тасты ойып жасаса, онда ол жақта ғылым адамның жүрегіне де өтеді, сүйегіне өтеді да. Міне осыларды біз осылай болған, бабаларымыз осылай жасаған, сендердің бабаларың міне осылай болған деп танытамыз бір жағынан. Бір жағынан ғаламзатпен байланыстырамыз. Бір жағынан өзінің ішінде ретрит деген өзінің адам ішкі жан дүниесіне үңілу деген сөз. Адам өмірде көбінесе өзін ұмытып кетеді. Жаңа айтып отырмын ғой, жаңа өзін ұмытып кетеді да. Яғни бар екенін ұмытып кетеді. Өз-өзін жоғалту емес, өзінің бар екенін ұмытып кетеді. Сол жерде сол өздерінің бар екені естеріне түседі. Сол бар екені есіне түскен уақытта ол сол өзін бір нәрсесін көру арқылы, сол арқылы ол Аллаға ишарат етеді да. Әр бір бар нәрсе өзің білесің, зәрре, аят деген сөздің өзі ишарат деген сөз ғой да. Аллаға ишарат. Алланың бар екендігіне ишарат. Сол сияқты адамның өзі де бір аят қой, ишарат қой. Сонда ол өзінің бар екенін есіне түскен кезде, мен бар екенмін ғой дейді. Ендеше Алла бар дейді. Бірақ Алла әуел ол ақыр бар, менің барым жоғым екеуі. Былай қарағанда бірдей. Алла сөйтеді, ол Аллаға фәни болады да. Аллаға фәни болған адам бұл дүниедегі бүкіл салмағынан құтылады. Ауыртпашылық. Неғып аласың ғой? Мен қазір балдарға сабақ беруім керек, ана кітап жазуым керек, ана тендерді ұтып алуым керек, ананы бүйтуім керек, жұмыс көп, қыр бар, оның бәрін мен қалай алып жүрем, мен халқымның ауыртпалығын көтеріп жүрмін деп, бекер шіркеп айтып кетесің. Сөйтіп өзіңнен өзің жүнжіп, жаңағыдай да, мен бұрынғы замандарда солай болған өзімде, сендерге баяғы сабақ жүргенде. Бұндай адамдар көбінесе тәкаппарлыққа ұшырайды. Сонда мәшһүр жүсіптердің кітабын оқи отырып, өзім есіме түсті. Содан енді өзім есіме түсті ғой енді. Енді айттым, неге халыққа осы өзімнің практикамдағы нәрсені соларға жасап көрсетпеске депті. Өйткені менің теориялық нәрсе емес, бұл практикалық нәрсем да. Осы ретрит деген сол. Мен отырып жатқан көрермендерге кішкене контекстін түсіндіріп жіберейін, ұстаз айтып жатқан нәрсенің. Яқинға жету жолындағы бірнеше дәреже туралы айтып жатыр ұстаз. Ең әуелі адам ақыл көзін ашады деген бар ғой, жан-жағына қарап, ойланып, мысалға өзінің жан дүниесіне, үстіне, жан-жақ әлемге қарап, сол нәрсемен пікірлеп, ең әуелгі яқин деңгейіне солай келеді. Екінші яқин деңгейіне уже адам рухани көзі арқылы келеді, жаңағыдай бір сезімдер арқылы, басқасы арқылы. Бұл уже жүрекке яқинның түскендігі болады да, көкірек көз ашылу деген осы деп айтады. Үшінші, яқинның деңгейі деген сөз, Құдайды таныған деңгей. Ол кезде уже мен деген нәрсе қалады, жаңағыдай мен Алланы мақтаймын, мен Алланы ұлықтаймын, мен ананы істеймін, мынаны істеймін деген нәрсе қалады да. Көбіне тек Алланы ұлықтау қалады. Не үшін? Өйткені Алланы таныған адам өзінің бар болуының бір фәни бос бар екендігін түсінеді. Өйткені біздің бар болуымыздың өзі Алланың әр сәтте біз жаратып тұруына мұқтаж ғой. Ал Аллах тағаланың бар болуы еш нәрсеге мұқтаж емес. Сондықтан Алла шынайы барда менің бар болуым жай уақытша бос нәрсе, сондықтан шынайы бар деген ол тек Алла деген яқин дәрежесіне келеді деген сөз. Сол нәрсені ұстаз жаңа меңзеп жатыр, сол нәрсеге сол жаңа қадамдар арқылы жүреміз деп жатыр. Дұрыс қой ұстаз, иә? Оның үстіне пайғамбар саллаллаху алейхи айтады, мұсылманның айнасы дейді. Адам өзі жеке жүріп кәмілетке жете алмайды. Ол мұсылманды көріп қана кәмілетке жетеді. Сондай кезде сол жерде сен бір Әбілқайыр болмайсың. Сөйтіп мысалға бізде 20-30 адам барады да. 30 Әбілқайыр боласың да жақта. Бүкіл аналардың бәрі саған айна болады да. Сонда сен бірденнен 30 Әбілқайырдың
несіне көтеріліп кетесің да. Оның ерекшелігі сол да. А бұның хадис пен аятпен дейтін болсаң, хадисте бар ғой. Бұл дүниеде бір-бірлерін тек Құдай үшін, Алла үшін жақсы көріп бір ортаға жиналғандар дейді. Мысалы, қазір келдік. Біз жұрттарға көрінушіміз жоқ. Ол бұла отырған көрермендермен де, сенмен де бұл жерде. Сол бұл жерге Алла үшін ғана келдік те мысалға да. Сөйтіп Алла үшін кетеміз да. Сондықтан бұны хадисте қарасақ хал деп айтады оны. Яғни хал дейді. Яғни хал деп айтқанда мынау мен ылғи да айтамын, бір күні мынау менің екі әулие кісі жолығатын болады. Ол кісілер тірі енді әлде де бір сөйтеді дағы мен ұстаз біреу жаңағыдай. Не Саид ұрпағынан, пайғамбар ұрпақтарынан Аббаситан да тарайды. Сонымен енді екінші бір әулие келеді ғой. Сонда ана мүриттері қатты қуанады. Екі әулие келіп уағызға қарық болатын болдық дейді ғой. Ой, не деген уағыз кетейін деп тұр ғой дейді ғой жаңа. Уағызды ағызатын болды ғой деп. Соның екеуі келеді. Амандасып, ассалаумағалейкум. Сөйтіп екеуі екі диван кресло отырады. Біреу ар жақта, біреу ар жақта. Ұзақтау арасы, дауысы бар естілетіндей. Екеуі отырды, біз отырмыз бәріміз. Не айтады деген айтады. Қазір ұшамыз қазір. Жоқ болып кетеміз. Кәні бастайды, подкаст басталайын деп отыр. Қазір тікелей эфир. Сол тікелей эфирмен 1 сағат отырды дейді. Бірақ сол басталмады дейді. Екеуі сөйлеспеді дейді. Тек қана төмен қарап отырып, арасында ғана бір-біріне күліп қарайды дейді. Негізінде екеуі рухани әлемге кетіп қалғанда негізінде да. Бірақ бер жағында екеуінде де үнсіздік бар да. Ол кетіп қалды. Кетіп қалғаннан кейін әулиені қанша әулие болса да қыстық дейді да енді. Не болды ұстаз? Ешқандай уағыз айтпадыңыздар ғой деп. Соны айтты. Не уағыз? Енді ол мені Алла үшін іздеп келді. Мен оны Алла үшін күтіп алдым. Алла үшін бір-бірін Алла үшін бір жерге келді деген хадистерді қарасаң, бір-бірімен сөйлеседі деген әңгіме жоқ қой жағдайда. Олар тек кездеседі деген бол. Хадисте дейді. Алла үшін бір жерде кездесу. Тіпті ол жерде сөйлесетін болсаң, өзің нәпсіңнің әңгімесін пиғат етіп жүру мүмкін да жаңағыдай. Сондықтан соны араластырмау үшін олар сөйлеспейді да. Жаңағыдай ықылас болу үшін да. Мен оны Алла үшін күтіп алдым. Ол мені Алла үшін іздеп келді. Болды, сол жетеді ғой деп айтты. Міне бүгінгі таңда да мысалға мынау психологтар бар, қарасаң жаңағыдай. Бір жерге жиналып алады дағы, пәленбай ақша төлеп береді оған өзі да. Соған миллиондап береді, Европада басқа да бар да. Тіпті онлайндарда бар. Бір-бірлеріне қарап отырады, болды, сөйлеспейді. 4 сағат отыратындар бар, 8 сағат отыратындар бар. Бәрі бір жерге жиналып алады да, бір-бірлеріне қарап отырады, бір ауыз сөйлеспейді. Сол үшін оған пәленбай миллиондап төлеп береді да. Бірақ олар бірақ ешқандай да Алла үшін жиналмағандар да. Әшейін бір-бір үшін жиналғандарының өзі, және үнсіз болып отырғандарының өзі, оларға бір мына дүниелік бір өзінің жаңағындай бір көңілдеріне демеу болып тұр да. Ал енді сен өзіңді жаратқан Алла үшін бір жерге жиналсаңшы. Міне сонда Әбілқайыр, бір Әбілқайыр емес, 30 Әбілқайыр болып отырады да әрқайсысы. Сонда оның аналардың, психологтардың жиналғандағы дәрежесі қара, мына жақтағы Алла үшін болған имани дәреже. Оның қасында сен бір әулиенің, мәшһүр сияқты әулиенің қасында отырасың да. Сонда оның дәрежелері басқа болады. Мысалы, енді Қағбаның қасында отырған қандай болады деген сияқты әңгіме ғой енді. Бұны жалпы айтқанда, өзің тілмен айтқанда бағана хал деп айтады. Иә, хал маңызды. Енді өзі ғалымдар айтады. Қазір көрермендерге енді түсінікті болсын, біз не үшін біз хал туралы айтқандамыз. Ғалымдарында бір принцип қойған. Айлман халун амал деген. Ең әуелі сен білім аласың, білім сенің бойыңда белгілі бір хал туындатады, хал сені амал әрекетке алып келеді деген. Сол үшін мысалға сен кей кезде бір сондай халде боласың, намаз оқуға деген ықылассыз халде боласың. Немесе кей кезде сондай бір халде боласың, барлығын тастап медресеге оқуға кетіп қалған келеді. Кей кезде сондай бір халде боласың, сен умраға барған келетін халде, кей кезде сондай бір халде боласың, бір нәрсені аңсап тұрасың. Бұл халдер. Осы бір халге алып келетін ең әуелі осындай бір білімдер, білім мәжілістері, ұстаздармен кездесулер, білім жолындағы сапарлар. Сондықтан осы нәрсе бір хал сені амал әрекетке ықыласты етеді. Мысалға шайтанның өзінің де жаңағыдай мен сен құлдарымды азғырамын деп айтқаннан кейін Аллах тағалаға ықыластыларынан басқа деп жаңағыдай исключение жүреді ғой. Сол ықыластылық халі да негізі. Сондықтан сол халге алып келу үшін әрекет жасаймыз деп жатыр ұстаз, дұрыс қой? Дәл солай.
алла береке берсін. Сосы керемет екен, қызық екен. Негізі бізге де жазады көп. Мен Нұруарқа түсейін деп едім, немесе анда бір 2-3 айлық бір медреселер бар ма, дүниеге салынып кеттік, руханиятқа көңіл бөлмей кеттік деп, сондай нәрсеге жақсы екен. Сондай адамдарға бір барып бір 2-3 күнге ма, білмеймін қанша күнге сіздерде барып кішкене руханиятқа көңіл бөліп сөйтіп қайтады. ата бабалар секондари айтады ғой, бұл дүние өзі бір лас нәрсе, сондықтан бойың ластанып қалғандығы сені таңғалдырмасын деп. Ол яғни заңды нәрсе, сен ластанып қалуың, өйткені дүние жалпы өзі бір лас нәрсеге толы деп айтады. Иә, Ибн Араби айтады, адамның жүрегі Алланың әсма-и хұснасының айнасы дейді. Тура айна болады, түнде айнаны толған ай болады, немесе туған ай болады. Соған тоссаң, айна қалай? Ай түседі, сәулесі. Кейде сол айна дейді, кірленіп қалады дейді. Бетал кірленіп кетеді, лайланып кетеді. Сонда айдың сәулесі түседі, жақсы суиды, шағылсызбайды онша. Сол сияқты да адамның жүрегі осылай кейде кірленіп қалады дейді. Кірленіп қалады, Алланың әсма-и хұснасын шағылса адамда бойында көрінбей қалады дейді. Көрінбегеннен кейін ол бұл дүниемен тікелей байланыста болып кетеді. Әртүрлі нәрсеге орна бастайды дейді. Ақша табады, дүние табады, жақсы тапсын, бірақ онымен қанағаттанбайды дейді. Байлық табады, қанағаттанбайды. Басқа мансап, мүмкін депутат болса, мүмкін басқа болса, министр болады, бірақ одан қанағат таппайды дейді. Қанағат табу үшін ол жүрек, Ибн Араби айтады, ол сол жүрегіңдегі айнаңды тазалау керек дейді. Біздің де мақсат бұл жерде сол, басқа ешқандай бір мақсат жоқ та. Бірақ бұның адамның жүрегінің айнасы тазарса, ол сенің дүниеңе әсер емес, сенің дүниең оп-оңай әсер етеді. Мысалға сол бізге қатысқандардың да кейіннен мысалы жүрмей қалған кәсібінің жүріп кетуі, басқа қалуы, Алладан шипа табуы, бәрі Алладан ғой енді. Соның барлығы сол білуші бір Алла, сол жүрегінің тазарғаннан барып шешіліп жатқан нәрсе да. Сол жүрек тазармай, пайғамбар хадисінде айтқандай, бір адамның денесіне қара кесек бар, ол тазарса бүкіл дене тазарады дейді. Сондай мақсатқа керемет, керемет. Мен сіз айтқаннан кейін барып әрі қарата осы мені ойларға итермелеп жатыр да. Бағана кім ғалымдар айтады ғой, айналамыздың толған әлемі жалпы Аллах тағаланың әртүрлі көркем есімдерінің көрінісі деп. Егер де шын жүрегі таза адам қараған кезде одан ғибраттанады деп. Мысалға Алланың бір есімі бар, мысалға жаратушы, бір есімі бар, рахымды деген бір есім бар, ол қаһарлы деп айтады мысал ретінде, бір есім бар, тағы өте нәзік мәселелердің барлығын білуші деп. Латиф. Иә, латиф. Сонда Аллах тағаланың осы көркем есімдерін жан жақтан қарай алу үшін шынымен де жүрегі өте таза адам болу керек қой. Әйтпесе дүниемен ластанып тұрған, дүниемен ластану деген өзі о баста не еді? Дүниемен ауру ғой. Дүниелік мақсаттармен тым қатты осы мақсаттарды әспеттеп соңынан түсіп кеткен кезіңде сенің рухани мақсаттарың екінші орынға кетіп қалып, назарыңнан тыс қалып қалған кезінде сен дүниені қуалау деген осы негізі. Әйтпесе екеуін егер мысал ретінде тең ұстап, я болмаса руханиятыңды приоритетке қойып жүрген уақыттарыңда дүние негізі харам емес қой о баста. Керемет екен ұстаз, өте күшті нәрсе. Тағы мынандай бір не бар? Бұның түбінде тағы бір секретін айтып қойын деп қойын. Жалпы мақсат не? Мақсат бұрынғы біздің бабалар қажылыққа сапар шеккенде, мысалға да Құнанбай қажылар кезінде шықты. Сонда қажылыққа барар кезде олар алдымен өзінің ата бабаларына барады екен да, зиярат жасап, содан кейін барып солардың бейне бір батасын алып барып Мәдинаға барады екен да. Мәдинадан бейне бір пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам батасын алып барып арғы қажылыққа барады екен да солай. Сонда жай ешен бүгінде самолетке міне салып барасың, қалай бардың солай қайтасың да. Әлгі анау кімнің өлеңі бар ғой, Төлеген Айбергеновтың сағынбай барсаң алдыңнан сенің асқақтап шықпас тауларда, мынау дүниені ойларсың кеткен екен деп тасқаптап дейді да, тасқаптап кеткен екен. Сондықтан бір жерге барсаң сен сағынып бар. Ешін тек қана тамаққа, әбетке барған уақытта тамақ түстік жейтін болсаң, егер ол тамақты сағынып жемесең, ол ешқандай да саған несі болмайды, әсері болмайды. Ол семіздіктен басқа пайдасы. Әрбір сағынбай жеген тамағың бойыңа сіңбейді, ол салмақ алып келеді. Сол секілді де пайғамбарды бару үшін және Кағбаға бару үшін, Кағбаны құшақтап, я Алла Тағала, мен сенің құзырыңа келдім дей алу үшін, енді Кағба Алланың құбыласы ғой, Алла мекен заман жоқ. Бейне бір аршқа келгенде, аршта Кағба сияқты нәрсе ғой, Алла заман мекенге тәуелді емес. Соны сезіне алу үшін, әуелі бер жағынан пайғамбарды сезіне алу үшін, алдымен сен өзіңді, ата бабаларыңды сезіне алу керек. Өзіңнің топырағыңды,
қасиетті жеріңді, Меккенің қасиетті жерін, Мәдинаның қасиетті топырағын сезіне алу үшін алдымен өзіңнің қазағыңның топырағын сезіне алу керек та. Пайғамбарды тану үшін, ол жақтағы сахабаларды тану үшін алдымен өзіңнің ата бабаларыңды, әулиелеріңді, ғұламаларыңды тану керек та. Сонымен салыстыра отырып барып сен пайғамбарды танисың да. Ал пайғамбарымызды сағынып бармасаң, онда саған тек қана сөйлеп кетесің, тікелей эфирге кіресің, лайк знайсың, үйтесің, бүйтесің, сонымен бітеді да. Содан барып базар аралап кетесің, соны болды, әңгіме бітеді да. Сол себеп біз осылардың бәрін сол негізгі мақсат Мәдинаға саяхатта. Сол Мәдинаға ұлы сапарға рухани саяхаттау үшін біз осылардың бәрін елімізді аралап келдік та. Ол туралы да кітап та жаздық, арнайы болғанда Қара шаңырақ деген роман да жаздық, сөйттік та. Сөйтіп ендігі мақсат Мәдина. Бірақ Мәдинаға бару үшін алдын ала біз баратын адамдарға онлайн сабақпен бір апта ма, 10 күн ба онлайн сабақтан пайғамбарымыздың өмірбаянын өту арқылы, әртүрлі хадистерді өту арқылы пайғамбарымызға деген махаббат, пайғамбар сағынышын оятып аламыз да алдымен да. Содан кейін барып Мәдинаға барамыз. Мәдинаға барғаннан кейін сол жер тағы болады да, одан ары қарай Меккеге сапар шеккенде жолда сол бейне бір пайғамбарымызбен Меккеге барғандай бір сезім. Өйткені пайғамбар сүннеті ғой енді ол. Жолда жүрген бір ағаштың түбінде саялады деп, сол жерде саялаған сахабалар. Сол емес, не жерде намаз оқып деп намаз оқыған мысалға. Сол сияқты бізде пайғамбардың осы сүннетін жаңғыртсақ деген негізгі түпкі осылай мақсатта бар да. Солай бару арқылы Қабаның алдына барғандақта, ол Қабада бәрі де өзі де ғайып болып, бір Алланың құзырында тұрған бір сәт сезінше, ол бір Алладан, ол сол бір сәт сезім бір тұтас өмірінен әлдеқайда артық болады. Керемет. Сонда бір сәтке жұмыс істеп жатырмыз ғой. Зато қандай сәт? Қандай сәт? Мен бірінші курста Абай жолын оқыған едім. Кейін Алланың қалауымен біз жаздың кезінде неге бардық? Семей қаласына бардық. Семей қаласына барған кезімде қызметке бардық. Жаңағындай мешіттерде, нелерде жұмыс жасауға, түзету мекемелерінде болдық. Сол кезде Абай жолын оқып барып Семейге барған кезімде, енді Семейде орын алған нәрсе ғой, енді өзі облыста. Сол далада келе жатқан кезде оның үстінен бізді алып жүрген кісілер тарихшы кісілер болды. Анау кәдімгідей, енді қалсаң енді дала ғой енді. Шөп жоқ, басқа жоқ, кәдімгі далалық жер. Сол жерде құдды енді ойланасың, қызық бір әсер. Мына жерден бір Абай мысал ретінде жылқымен шауып бара жатты ғой, мына жерде мынау орын алды ғой. Мысал ретінде Мұхтар Әуезовтің өзінің романдарындағы бейнелеген тауларын көзбен көресің, мынау деген жаңағы Қорғаныстың күніндегі төбе ғой деген сынды. Соның барлығын көз алдына өтіп отырады. Шынымен де екі нәрсе керек деген бір ойға келдім. Осындай бір сапар жасаймын деген адам үшін. Енді мен бұрын гид болып жұмыс жасадым ғой. Екі нәрсе керек сияқты шынымен де. Ең әуелгісі жалпы кішкене хабардар болу тарихынан, қадірін білу үшін. Екіншіден ояу болу керек сияқты кішкене. Өйткені келгеннен кейін барып сенің бар уайымың, жаңағыдай бір бер жақта қалып кеткен бизнесің, жаңағыдай нәрселерің, сол жұмыстармен ойланып жүрген болсаң, ана жаққа көңілің толыққанды жию қиын бәрібір де. Бұрындары бір жерде бір өте жақсы жерде қызмет қылған едім. Сол жер өздері үй беретін. Енді үй керемет, бірнеше жұмыс жасау кабинеттерің бар, водителі бар. Енді керемет та, бірақ мен сол кереметтілігін жұмыстан шыққан күні ғана сезіндім да. Анау жұмыс өте қиын болғаннан кейін бір сен бар уайымың жұмыспен болады, жүгіріп жүресің да. Мен ешқашан қарамаппын да, сол жұмыстан шықтым деп келісімді алған күні, енді бірден үйден шығып кетпедік, 1-2 күннен кейін барып сапар болды. Шығып бетіп қараймын, керемет жерде өмір сүріп жатыр екен ғой. Керемет екен. Сол сияқты кей кезде ана бір уайымдарды, бер жақтағы жүрегіңді бір торлап тұрған әртүрлі бір ойларды кішкене ысырып тазалап барып келсең, мүмкін шынымен де әсер мықтырақ аласың. Санадағы мусорларды тазалап, жүректегі мусорларды тазалап барса, адам басқаша болады да. Мысалы, жаңа айтып дұрыс, Қара шаңырақ деген роман кітабын оқып барасаң болады, сонда жаңағы саяхат жасайды, рухани саяхат бар. Соны Құнанбайдан бастайды, Құнанбай қажыдан бастайды да. Бірақ бұл жерде сен Абайдың өткенін айтып отырмысың ғой. Бірақ ол жерде өткенін айтып отырып, бүгін де айтады да. Бүгін айтады. Яғни ол кітапты оқысаң, Құнанбай қажылар ол тірі. Бейне бір да. Ол сені күтіп алады. Абайға басына барсаң, Абай тірі. Ол сені күтіп алады. Одан Мәшһүр Жүсіп көрсең, бейне бір ол тірі. Өліп қалған жоқ. Және осылайша, ең Түркістанға Яссауи бабаға барсаң, ол тірі күтіп алады.
пайғамбарымызға бар саллаллаху алейхи вассалам барған уақытта ол кәдімгідей тірі. Ал арасында да пайғамбар хадисінде бар. Мына кімнің мұхаддис Суйти ме де соның несінде. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады бір хадисінде менің денемді Алла тағала 6 айда қайтарып береді дейді. Екінші бір хадисінде 3 ай дейді. Бірінші тағы бір хадисінде 3 күнде өтеді, бір хадисте жарты күнде қайтарып береді дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өмірден өтті, біздің заңдылықтар бойынша өмірден. Бірақ ол өзінің несіне өтіп кеткен жоқ та, былайша парыздығынан басқасына өтіп кеткен жоқ. Ол сол өзінің әлемінде, сол Мәдинада, басқада, және көптеген жерлерде өзінің денесімен өмір сүріп жатқандығын айтылады. Денесімен. Әрине денесі жерде жатыр, бірақ мұғжизалық денелермен ол сол пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның кәдімгідей өмір сүретіндігін айтады. Мысалы бір шейіттің сөзі бар, шахид болудың жаңағы хадис келтіреді. Соғысып жатырдым кәпірлермен, қатты шөлдедім дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам көрінді дейді. Қолында жаңағындай сен сияқтындай құмырада су ұстап алған дейді. Сөйтіп сол суды берді дейді. Суды ішсем, кәдімгідей сен қалай сезіндің қазір? Дәл солай сезіндім дейді. Пайғамбарымыз берген суын дейді. Пайғамбарымыз ол пәлен ғасырда өмірде өтіп кеткен ғой дейді. Сосын пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам маған айтты дейді, бізбен бірге ауыз ашасың ба деп айтты дейді. Я Расулалла деп айттым дейді. Сонымен жаңағы шейіт қасындағылар айтады, ол шейіт сол жерде кейін сол сарбаз шейіт болып кетті дейді. Ақшам жақындағанда шейіт болып кетті. Сонда олар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға 5 уақыт намаздың өзі әлі ошаққа шейін парыз. Және бүкіл пайғамбарларға намаз парыз, құлшылық парыз оларға да. Міне осылардың барлығын сезіну. Бізде Түркістанда сөз бар. Өлі тірі емес, тірі емес, өлі тірі деп айтады. Қайтыс болғандар расында тірі. Адам, өйткені адам баласы ұйқыда өлгенде ғана оянады. Ендеше біздің мақсатымызда осы о кісілердің тірі екендігі, Алланың хай есіміне байланысты олардың осы қайсының тірі екендігі, басқа бір әлемдерде өмір сүріп жатса да бәрібір жаңағы бір ғұламаның сөзі бар. Алла үшін бір-бірін жақсы көргендерге заман, мекен әсер ете алмайды дейді. Ол бәрі-бірін кездеседі дейді. Ол жүрекпен кездесе ма, ол рухпен кездесе ма, кездеседі дейді. Олар Алланың құзырында бәріміз, олар тірі. Өлі деп отырғанымыздың бәрі әрине ол біздің салыстырмалы түрдегі айтып жүрген нәрсемізді. Мысалы қабір әлемі бар ма? Бар. Қабір әлемінде олар өмір сүріп жатыр. Сол емес пе? Сол сияқты осындай бір нәрсені сену, Аллаға деген сенім, бұның барлығы ең сонда махшарға деген сенім, Аллаға жақындау да, пайғамбарға жақындау. Сондықтан пайғамбарды сағынғаның жақсы, бірақ мәселе пайғамбарды түсімде көрсем екен деп армандау емес. Өмірде пайғамбарымыздың сүннетін егер жасап жүрсең, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам салауатын айтып жүрсең, өткен бір шәкіртім айтады, сендерден бірге оқыған болу керек, или төмен жоқ. Сөзбен күнде 40 000 салауат айтамын дейді. Бірақ соңғы кезде түсіп кетті, 10 000 айтып жүрмін дейді. Сонда осылай пайғамбарымызды күнде 40 000 салауат айтып жүргендер, пайғамбар сүннетін жасап жүргендер, олар үшін пайғамбарымыздың түсінде көру шарт емес оларға. Неге? Қызықты емес оларға. Неге? Өйткені ол пайғамбарымыз өмірге өмір сүріп жатқан адамдар да. Ол сағындым демейді олар еш жоқта. Неге? Білмеймін, ол пайғамбар мен қашан кетіп едім, ол мен сағынатын дейді. Өйткені пайғамбарымыз сүннетін жасаған адам әрқашанда пайғамбарымыздың қасына жүрген нәрсесі. Үйінде атаңның мысалға бір Құраны болса да, мысалға да 100 жыл өмір өткен. Сол Құранды оқып отырсаң, бейне бір атаңның қасына отырғандай сезінесің, сезбейсің бе? Атаңның тәсбісі болса, тәсбісі. Қолында тәсбih қайтарған уақытта, соны сезмейсің бе? Рухани байланысты айтып отырмын да, әрине. Рухани байланыстың да ар жағында тағы рухани байланыстар бар да. Деңгейлер бар. Сондықтан біздің мақсатымыз осыларға жасау, бірақ бұның барлығы Алланың ісі, Алла не нәсіп қылады, сол болады. Жаңағы сіз айтқан пайғамбарларға әлде де намаз парыздағы мойнынан түспеді дегенде мен жаңа сізден естіп жатырмын. Шынымен тереңірек зерттеп қарайтын үлкен мәселе. Жоқ, мысал берейін, мысалы пайғамбар солса миғражға барады, солай ма? Сонда миғражға барған уақытта, миғражға барған Ақса мешітіне барады. Пырақпен барады ғой, пырақты алып келеді ғой, пырақты алып келеді да. Пырақта отырғанбыз кәдімгі, қанаты бар, рухани әлемнің аты ғой енді. Жаңағындай қызылы бар, сарысы бар, әртүрлісі бар жаңағындай. Сонда пайғамбар саллаллаху Жебірейіл алып келеді дағы, соған мініп, жаңағы айтады ғой, ана жерді көрсем,
сондай жылдамдықпен жүрді дейді да. Көрген жерімен сол жерде бардым, көргенде солай бардым дейді да. Солай бір шамалы бір неде жаңағыдай минутта ма Ақса мешітіне барады оған. Сол Ақса мешітіне қарасам, бір төбенің басында пайғамбар саллаллаху айтады, Мұса алейхиссаламның қабірі тұр екен дейді да. Қарасам, Мұса алейхиссалам қабірінде намаз оқып отырған дейді. Сонда осы сөзі оған құлшылық екендіктерін, парыздықтарын айтады да, жаңағыдай да. Бір табиғиның бір сөзі бар да, Мәдинада да бір рет сол азанның уақыты белгілі болмай қалды да, сонда пайғамбар саллаллаху алейхи үйіне құлақ салатынбыз дейді да. Сол жерде азан дауысы естіліп, уақыт кірді деген содан байқадым дейді да. Сондықтан олар жаңағы мұхаддистің де сөзінде ол туралы арнайы кітап бар, жаңағындай пайғамбарлар тірі деген ба, тірі ме деген сондай. Өйткені пайғамбар хадисте бар, әл-анбия ахяун фи қубурихим ва юсаллун деп айтады да. Жаңа юсаллун деген мен ойлағам жаңағындай рухымен намаз оқиды дейді. Сөйтсем жаңа кім айтады, мұхаддис айтады, жоқ, рухымен емес дейді. Кәдімгі өзінің тәнімен дейді. Дәрет алады кәдімгі, су ішеді, тамақ жейді, сондай болады да. Ана бір нені білем, ана бір пайғамбар саллаллаху алейхи күмбезін ремонт жасайды да, сөйтіп бір несін түсіп кетеді бір заты. Сөйтіп өздері сыймаған екен, бір 7 жасар баланы ма сол жерге салады жаңағындар. 9 жасар баланы ма, 10 жасар ма. Сол тесікке сияды да. Түседі, бірақ шықпай қойды. Жарты сағат деген шығады да. Зорға шығарып. Сол шығады, шықса қолында бір жүзім бар дейді. Кәдімгі жүзім. Ей, бұның үшін жүзім не жүр дегенде. Түстім жол пайғамбар саллаллаху алейхи дастарханын жайып қойған, пайғамбарымыз жеміс жидек жеп отырған, мен де шақырды дейді. Қасында 2-3 кісі бар еді дейді. Сонда ұстатып берген ғой жүзімді. Кәдімгі жүзім ұстатып берген да. Кәдімгі ұстап көрген жүзімді. Жаңа шейітті айтып отыр ғой, суды іштім, тура қалай сезіндің, солай сезіндім дейді. Пайғамбар сосын жаңағы неде айтады, мен де анау қазір пәлен пайғамбарды, төлем пайғамбар мына жерден жүріп өткендіктерін мен көріп тұрғандаймын дейді. Яғни жүріп өмір сүріп жатқандарды айтады да. Сондықтан да ол миғражға баратын кезде бүкіл пайғамбарлар сол жерге шақырып алады ғой, жиналатын бар ғой. Өйткені Құранда аят бар ғой. Құранда аятта не дейді? Мағынасында бүкіл пайғамбарларды шақырып алып, өзін даубал аятта соңғы сол пайғамбар келген уақытта дейді, соңғы. Өйткені ол пайғамбар ненің бар ақыр заман пайғамбар ғой да, негізі. Аллар бір белгі келсе бүкіл адамзатқа түскен пайғамбар. Оның жүгі ауыр болады дағы, соған көмектесу үшін сендердің барлығың сол пайғамбарға көмектесесіңдер ма дейді ғой. Бұл ауыр сертімді сендер қабыл алдыңдар ма дейді. Алла тағала айтып отыр пәрмен дейді. Сонда бүкіл пайғамбарлар қабыл алдық. Ол пайғамбар келген кезде қияметке дейін оның дініне біз көмектесеміз дейді. Содан Ақса мешітіне сол үшін барады да. Бір жағынан хикмет сол. Сол жерде бүкіл пайғамбарлар сол жерге келеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи михрабқа шығады, сол жерде 2 рәкат намаз оқып, артына барлығы пайғамбар саллаллаху алейхи ұяды. Рухани әлемде ме? Жоқ, рухани әлемде емес ол. Бәрінің өзінің тәні бар, жаны бар кеудесінде. Кәдімгі біз сияқты. Негізінде олар бізден әлдеқайда жақсы өмір сүреді. Өйткені жаңағы мұхаддис айтады, шуғадалар да соған ұқсас бір өмір сүреді дейді. Шуғадаларда өзінің тәні бар кәдімгідей. Сондықтан әулиелер де сондай жаңағындай. Сондықтан да мен байқағаным мынау, олардың денесін шірмейтін бір не хикметті сол екен да. Хикметі да. Мысалы пайғамбарлар онса шірмейді ғой. Сол сияқты шуғадалардың да денелері шірмейді. Мысалы сахабалардың мынау Ухудтағы сахабалардың су алып кеткен кезде астынан денелер со күйінде шыққан ғой. Со күйінде шыққан және кәдімгідей со күйі сақталған да. Тіпті анау қылыш деген жерінде қан ағып тұр дейді. Бір ломба тиіп кетеді, сол байқамай сол жерде сол қан ағып тұр дейді. Мәшһүр жүсімде қазір барсаң, оның Бекет аталығында қазір барсаң, денесі со күйінде да. Тіпті мәшһүр жүсімнің асқазанында тамақ бар екендіктерін Сталиннің адамдары сол кезде жазып сөйткенде. Осы кеше өткенде реставрация жасаған кезде де ашқан кезде сол күйінде тіпті ұйықтап жатқан секілді жатқандықтарын не үшін дейтін болсам, олар да сол дәл пайғамбарлар сияқты болмаса да белгілі бір дәрежеде кәдімгідей тірі адам болып өмір сүреді екен да. Бірақ біз өлі болып тұрады екенбіз да. Біз өлімізде негізінде да, бірақ біз оянуымыз керек та. Жаңа Құранда да айтқандар, өлул әлбәб дейді. Сол өлул әлбәб деп отырғаны, олар оянғандар да. Өлул әлбәб білесің ғой жаңағындай. Өлул әлбәб дегенде тафаккур жасау арқылы, зікір жасау арқылы оянғандар да. Рухани.
кәдімгідей оянасың, оянасың кәдімгідей оянасың. Өткен бір әулие кісімен бардым дейді, жаңағыдай үлкен әулие кісімен еліміздегі. Тауып жасағанда періштелермен бірге тауып жасадық. Содан үйге неге гостиницаға кіретін кезде есікке қарай жүрме, тіке жүр деп айтты. Дуал бар ғой дегенде, ол дуал сенің ұғымында ғой деп. Алла бар деп айтты. Аллаға тәуекел етсей деп айтты. Аллаға тәуекел етіп енді Аллаға тәуекел етсей деп сонымен арғай соны жүрдік дейді бірге. Сол өтіп кеттім дейді. Дуал жарылды, өтіп кеттік дейді. Енді менің ақылым сыймайды, дұрыс па? Сөйтіп айтады, көзімді ашсам қонақ үйде жатырмын дейді. Жаңа әулие кісі ол тәсібін тартып төсегінде отыр дейді. Қазақтың әулиелері қарасаң, өздерінің күнде болып жүрген кісілер. Міне сонда бұлар осындай болса, пайғамбарымыз қандай болады да? Және осы пайғамбарымыздың тірі екендігіне мен саған бір қыз айтайын ба? Кітапта бұл жаңағы факттер, сахих хадистерде бұлар да Мәдинаның сәләптары 100% сенеді екен. Кәдімгі сен. Олардан барып сұрадым дейді. Мына қабірде тірі ме дейді? Иә, тірі. Өйткені сахих хадис бар да. Юсаллун деп тұр да. Иә. Тірі деген намаз оқиды деген хадистер өте көп. Жаңағы ахияин деп тұр. Бұның бәрі сахих хадистер. Аятта да бар еще. Сәләптер олар түсінбесе де сахих хадисқа сенеді ғой. Сахих хадисқа сенбейтіндер олар біздерді. Неге? Өйткені мен ақылым сыймай тұр ғой. Қалай ол? Өліп қалған жоқ па? Қалай өліп қалған жоқ па? Олардан бізден сұрау керек та. Ал сен тірісің бе деп та. Сенен сұрау керек. Ал мен ұстазың менен сұрау керек. Ал сен өзің дәл қазір подкастқа түсіп отырсың. Тірісің бе деп та. Жоқ, мен бір ұйқыда отқандығымды байқап отырмын да қазір да. Ұйқыда отқан. Күндердің бірі. Оянып бәрінің бәрі мысалы отқандар ұйқы сияқты. Маған бір елес сияқты. Көрініп тұр да қазір. Олардікі ақиқатта. Айырмашылық сондай екен да. Шухадаларда дәл солай. Соған ұқсас өмір сүреді екен. Кәдімгі тамағын жейді, басқа қыла жаңағыдай. Мұхаддис болса, арнайы кітап бар ол. Шахидтер шахид екенін білмейді. Иә, арнайы кітап бар. Олар тіпті өзінің өлгенде білмейді. Неге білмейді деген уақытта кәдімгі тамақ жейді, басқа қыла сөйтіп жүреді өмір сүреді. Соны жаңағы бір кітапта жазған ғой. Ол кітаптарын жақсы тауып алып оқысаң болады. Мен несін тыңдадым да, аудиосын тыңдадым да. Біріншіден Алла береке берсін ұстаз. Кәдімгі анау бағанағы ұстазбен отқан кездегі хәлін алу деген не бар ғой. Мен шыны керек өте күшті хәл деп отырмын қазір. Алла береке берсін. Бір жағынан жаңа нәрсе үйреніп жатырмыз. Мен жаңағыдай оны тірі екендігін, намаз оқитындығын үнемі естіп жүрміз ғой. Бірақ оларға парыз деген нәрсені жаңа сізден бір жерде естіп ойланып жатырмын, мынау кәдімгі өте үлкен қызық тақырып екен деп. Жаңағы Мединадағы ретритқа ол бірінші бұрынғыларға барған болу керек па? Яғни мысалы бірінші Қазақстандағы сізбен бірге сапарлаған болу керек па? Мысалы прямойнан тікелей бара шыққан адамдар Мединаға мысалы немесе қазір сол жақтағы жүрген кісілер. Әрине бұрынға қатысып келіп келсе, ол оған барса нұр үстіне нұр ғой. Бірақ бұл жерде баратқан кісі ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ғой. Сондықтан оған тікелей барса болады да. Әрі оның қасындағы кісілер бұрын барды ғой, басқа ретритке қатысқан ғой. Сондықтан солардың арасында болғаннан кейін солармен қатарлас болады. Солармен бірге түсінгендей болады. Бірінші, екінші, үшіншіден біз оны онлайн сабақ ретінде алдын ала бір апта сабақ өтеміз да. Төртіншіден мына кітапты да мысалға алып оқыса, жаңағыдай қара шаңырақта бар, ретритте бар. Осы бұрынғы өткендердің өзегі осының ішінде бар да. Осыны кітапты оқыған уақытта ол бір сол бұрынғылардың бәріне қатысқандай бір не пайда болады да. Сондай керек сияқты. Сезім және бір түсінік пайда болады да. Негізі сондай бір мүмкіндік беру керек сияқты, өйткені біздің енді жігіттерде мысалға барады, өзімізде жұмыс жасаған кезде көрдік. Ғалымдармен өткізген нелері, мысалы умралар адамды қатты өзгерткенін біз көп көрдік та. Сондықтан ондай мүмкіндіктен айырмау керек сияқты, бір негізі ұсыну керек сияқты деп айтқым келген еді. Негізі керемет екен ұстаз. Сондай бір жағдай жасадық. Осы кітапты Каспи арқылы да алуға болады. Өте арзан бағада қойып қойғанбыз жаңағыдай. Үйіне апарып. Солай дайындалып баруына әлде де кеш емес та. Баса болады. Енді қызық болады деп ойлаймын мен иншалла. Керемет. Дұрыс түсінсем, бұл ретрит деген атауы андай бір рухани жаңару деген мағынасында айтқансыз ғой, жаңағы современный сөздермен айтқансыз ғой. Современный сөздер заманауи тілмен айтқан. Бірақ негізі іші таза дүние. Мына жерде тұр, тылсым дүние деп тұр ғой екінші аты. Иә. Тылсым дүние деп тұр. Керемет екен, Алла разы болсын ұстаз. Негізі ондай нәрсе керек. Бізде кей кезде бір сұрайды жаңағыдай, умраға бара жатырмын, қай ұстаз кеңес бересіз? Умраға бара жатырмын, қалай істейін айтамын. Тым болмаса, егер вообще мүлдем ешқандай мүмкіндігі жоқ болса, бір сираны көр,
мінекей мына ұстаздардың кітаптары бар, кішкене соны оқып барып бар, кішкене пайғамбар саллаллаху алейхи өмірін оқып барып бар деп айтып жүруші едік. Қазір енді сізге нұсқап отыратын болдық. Керемет. Ол оқып барғанда жақсы ғой, бірақ бұл жерде информация болып қалады ғой. Бұл жақта офлайн, онлайн арқылы алдын ала дайындау, ол ота жасау, рухани ретрит деген рухани ота жасау, арқылы бару, ол әлдеқайда ерекше болады да. Сондықтан Әбілқайыр, шәкіртім, құрметті шәкіртім, осы келгеніңе, алғашқы бізге мынау подкастымызға алғашқы қонағың болғанға Алла разы болсын деймін. Сізге рахмет. Сендердің өскенің біздің өскенім. Яғни ол барып халыққа, жастарға әсіресе осының бәрін жеткізіп жатсаң, осыны өзің бағана әдеттен кітап дедің, басқа жаңа оянып жатса, өліл әлбіп болып жатса, шәкірттеріңнен нағыз нұр үстіне нұр емес пе. Рахмет. Алла разы болсын. Бақытты болдық.